Молданың айтқанын істе, істегенін істеме дейді. Ал енді қазір енді айтқанын да істегенін де істеуге болмайтын уақыт болды қазір. Алдымен мына дүмше молданы тыңдаңдар. Фатиха сүресінен кейін қосымша сүренің алдында Бисмиллахир-рахманир-рахимді айтпаған жөн. Бұл көзқарас мазхабымыздың имамы Имам Азам Абу Ханифа мен Имам Мұхаммадтың көзқарасы. Ал егер де бір кісі айтып жүрген болса, ол да қателік болып саналмайды. Себебі айту мәселесіне имам Юсуф рұқсат еткен. Төрт мазхабтың ішінде тек қана ханафиттардың арасында ғана осындай қарама-қайшылықтар бар. Мына лекциядан Абу Ханифаның ең білімді деп санайтын оқушысы Абу Юсуфтың өзі ұстаз Абу Ханифаға қарсы шығып, оның фетвасын жоққа шығарып отырғанын көресіңдер. Ханафитпіз дейтіндер Абу Ханифаның айтқанымен емес, оның артынан ерген оқушыларының атынан ереді. Ана ғалым бұлай деді, мына ғалым осылай деді деп сөйлейді. Абу Ханифаның білімінің таяздығын, діннен көп ештеңе ұқпағандығын намазды бісміллахсыз оқуға болады деген сөзінен білуге болады. Сондықтан ханафитпіз дейтіндер Абу Ханифаның ақидасын лақтырып тастап, оның фиқхынан 30-35% қалады. Пайғамбарымыз бісміллахсыз басталмаған әрбір маңызды іс кеміс қалады деген Байхақидің кітабында. Ал Абу Ханифаның кезіндегі ғалымдар, егер дінді үйренгің келсе, Абу Ханифаға барып үйреніп, бірақ бәрін керісінше жасаңдар, сонда ғана дұрыс жолға түсесіңдер деп Абу Ханифаны мадақтаған.